Бүгінгі созылуға арналған жаттығуларымыз өте би. Оларды жақсы көңіл күймен орындайық, достар. Оң қолымызды өзімізге қарай тартамыз. Үлкен шеңбер. Сол қолымызбен қайталаймыз. Ал енді оң аяғымызды алға қоямыз, сол аяғымызды қолдарымызды жоғарыдан төмен түсіреміз. Ал енді тіземізді өзімізге қарай тартамыз. Өте жақсы. 1, 2, 3, 4. Тіземізді бүгеміз. Өзімізге қарай тартамыз. Тамаша. Ал енді созыламыз. Оңға 2 қадам. Қолдарымызды жан-жаққа созамыз. Жарайсыздар. Отырып тұрамыз. Отырамыз. Қарама-қарсы табанымызды тигіземіз. 1, 2, 3, 4. Ал енді тіземізді бүгеміз. Денемізді бұрамыз. Аяқтарымызды ауыстырамыз. Өте жақсы. Ал енді бірінші жаттығудан бастап орындаймыз. Сол аяғымыз алдымызда, тіземізді бүгеміз. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Тіземізді бүгеміз. Оң жаққа денемізбен толқын жасаймыз. Сол жағымызға қайталаймыз. Жақсылап созыламыз. Отырып тұрамыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Жарайсыздар. Тіземізді бүгеміз. Тамаша. Ал енді демімізді ретке келтіреміз. Билейміз. Демімізді шығарамыз. Терең дем аламыз. Соңғы рет. Ал бүгінгі жаттығуларымыз сонымен аяқталды. Жарайсыздар, достар. Денелеріңіз сергек, көңілдеріңіз көтеріңкі, дәл таңғы уақыт қалайық. Ал балаңыздың оқу серпіні де осылай жоғары болсын десеңіз, мектеп онлайнның ойлау.kz платформасына кіріңіз. Онда мыңдаған тегін мектеп видеосабақтары және оған арналған тапсырмалар бар. Әдемі Барон Резорт отеліне түсірілімге жасаған көмегі үшін алғыс білдіреміз. Ал біз, Наташа, Костя және мен, Аружан, сіздермен қоштасамыз. Келесі жаттығуда кездескенше.